Түсінікті ма? Кербенді білесіңдер ме? Ол кербен деген саудагерлердің товарлары келеді. Кербен бір нәрсе, рызық және басқа бір нәрсе. Сол кербенде товарың келді дегені барлығы бір түрлі бағада өтеді, барлығы да байып кетеді деген емес. Сол үшін өмірде қарайтын болсаң, мысалы осы алдымызда тұрған дүкен. Біреу ашты да банкрот болады. Екінші адам ашады да қарасаң саудасы жүріп кетеді. Бола ма жоқ па? Тура сол товарды сатады. Үйімнің алдында бір үлкен магазин бар еді. Бір 4 жыл 5 жыл бұрын ашылғанда киім магазин ашып еді, банкрот болып адамдар кетіп, ешкім келмей, ақыры терезелерін сындырып адамдар тастап кетті барлығы. Ешкім келмей қойды. Ақыры товарларын болмаған бір тиын бағаға сатып, әйтеуір банкроттан құтылып кетті ма, не болды, Аллаху алам. Қазір біреу тура сондай киім қылып ашты, адамдар машине тоқтамайды ана жерде. Осылай тұрады машине. Субханаллах дейсіз. Сол тура сол товар. Сол киімдер. Айтсаң болады, мысалы бұрында мынау шоколад сатқан, мынау құрма сатып жатыр деп та, мысалы. Құрма жақсы өтеді екен десең де, мысалы. Жоқ, осы жерде тура сол мәселе. Тура сол базар. Сол киімдер. Бірақ Алла субханаху ва таала мынаған берген, анаған бермеген. Түсінікті ма жоқ па? Сол үшін адам ондай дәрежеде рызықтан қорқуы керек емес. Түсінікті ма жоқ па? Өткенде хадисте айттым ғой сендерге. Е? Қашқандай қашса да, не деді Наби саллаллаху алейхи ва саллям? Ажалы оған жетіп келген сияқты рызқы да не қылады? Жетіп келеді. Егер қашсаң, өзі әдетте адамдар рызықтың артынан жүгіреді ғой. Егер сен қашсаң артынан, сенің артынан қуалап жетіп келеді ол. Бір тамшы су ішуің керек болса, соны ішесінде сосын өлесің. Періште жаныңды алмайды, соны ішпегенше. Түсінікті ме жоқ па? Бірақ бұл нәрсе ақиқатта бұл иманға, Аллахтың тағдырына, оның беретін рызқына, өзіңе жазылған нәсибеге иман келтіруге қайтады.